Несие түрлері және тиімділігі кімге берілет, ауыл шаруашылығы бағытын қолға алғандарға қандай қолдау көрсетіледі. Аманат партиясының облыстық филиалында кәсіпкерлерге арналып ашық есік күні ұйымдастырылды. Кездесуге әкімдік өкілдері мен Солтүстік әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының мамандары да шақырылды. А если вот у меня есть кредит? Главное, что просрочки. Не, просрочки, что если не будет, нормально все будет, да, там? Диар Умирзақовтың мал шаруашылығына ден қойғанына 17 жылдан асқан. Өңірге 2019 жылы оңтүстіктен көшіп келіпті. Қазір Мамлют ауданындағы Покровка ауылында тұрады. Мақсаты қолға алған ісін кеңейту. Қандай пайызбен, не керек, қандай құжаттар керек? Сол дальнейшем малдың көбейтуге бір 20-30 басқа. Сол қазір келіп, сұрақтарымды қойып, біліп кетіп атым енді. Қанша мал ұстайсыз өзіңіз? Қазір 10 сиыр ұстаймын. Соны дальше көбейтуге. Кредитке ақшалайын деген бұл, осы 2,5%-бен. Жақсы условия, 2,5% деген бізге ыңғайлы да. Пока жеріміз жоқ, жайылым, егетін жеріміз жоқ. Осы 2,5%-ке ақша алып, малдың көбейтіп, сосын алға шаруаны дөңгелетеміз ба деген мақсатпен келіп, жаңа сұрақтарымды қойып, жауабын алдым. Кредитіңіз болса болсын, главное кредитный историяңыз жақсы болса болды. Біз оған қарамаймыз, бере береміз. Кредитный история нашар болса, бере алмаймыз деді. Ауыл аманаты жобасы осы көктемнен бастап іске қосылды. Мақсат ауыл тұрғындарының табысын арттыру. Бүгінгі келушілердің бірі өз дәмханасын ашқысы келсе, енді бірінің қоғамдық монша салу ойы бар. Мамандарға жүгінгендердің көбі Қызылжар, Мамлют пен Аққайың аудандарының кәсіпкерлері. Аталған бағдарлама аясында бір адамға 8 миллион 600 мың теңгеге дейін несие беріледі. Қарыз ауыл шаруашылығына қатысты жобаларға 7 жылға дейін, ал өзгелеріне 5 жылға дейін рәсімделеді. Осы несиені алу үшін ең алдымен кәсіпкер құжаттарды жинайды. Осы құжаттарды ол Солтүстік әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы әкеліп тапсырады. Солтүстік әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы комиссияны жинап, осы комиссия осы құжаттарды қарастырайды. Және 7 күн ішінде осы несие бойынша олар шешім қабылдап, кәсіпкерге жауап береді. Комиссия мүшелері кәсіпкердің қандай бизнес түрімен айналысатынына қарайды, оның кредиттік тарихына қарайды, оның жалпы бизнес жобасына қарайды, сосын олар шешім қабылдайды. Егер кәсіпкер осы ақшаны басқа мақсаттарға жұмсайтын болса, онда ол осы ақшаны қайтаруға міндетті болады. Бұл мақсатқа өңірге республикалық бюджеттен 1,8 миллиард теңге қаржы бөлінген. Гүлден Сембаева, Азамат Баймұқан, МТРК.